самалды вокалды аспаптар ансамбліне қонаққа келдік. Қазір көптеген аспаптармен танысатын боламыз. Ендеше кеттік па достар? Кеттік! Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қалай жағдайыңыз? Жақсы. Жақсы ма? Біз мына жерге өлеңнің дауысын естіп келдік. Сыр самалы вокалды аспаптар ансамблі. Бұл жер Қызылорда облыстық филармония жанынан құрылған сыр самалы вокалды аспаптар ансамблінің дайындық студиясы. Сыр самалды вокалды аспаптар ансамблі? Анау тұрған қандай аспап? Бірінші қош келдің студияға. Бұл жер отырған жеріміз біздің дайындық студиямыз деп аталады. Бірінші аспап эстраданың бірінші фундаменті, сенің бірінші тамашалағаның ұрмалы аспап. Барабан. Ал, анау барабанның қасында тұрған аспап қандай аспап? Ол гитара, бас гитара деп аталады. Бұл барабанның ең бірінші көмекшісі. Барабансыз бас гитара, бас гитарасыз барабан болмайды. Ал, анау тұрған аспап қандай аспап? Ол гитара, электрогитара. Электрогитара, ол да үлкен өзінің орны бар инструмент эстрадада. Ал, анау тұрған аспап қандай аспап? Ол аспап кәдімгі пианиноның эстрадаға арналып шығарған түрі синтезатор деп аталады. Ал, мынау тұрған аспап? Бұл саксофон инструменті. Саксофон да үрмелі инструменттің қатарында жатады. Соның ішіндегі осы эстрадаға ең жақын саксофон. Эстрада мамандары көбінесе осы саксофон пайдаланады. Ағай, анау тұрған аспап ше? Ол перкуссия деп аталады. Перкуссия жаңағы ұрмалы инструмент, барабанның ол да бір көмекшісі. Анау тұрған аспап ше? Бұл да электрогитара, соло гитара деп аталады. Қайрат деген ағайын ойнайды. Мүмкін гитара ойнағын келеді шығар. Гитара ойнап көр. Жарай, гитара ойнасам ойнайын. Ағай, мен кәсіби гитарист, кәсіби маман болуым үшін не істеуім керек? Онымен бірінші музыка мектебіне бару керек. Музыка мектебіне барып, нота үйреніп, сол нота арқылы осы гитараға келіп, гитара үйреніп, ары қарай жақсы маман болып, келешекте Кенжебай ағаң сияқты үлкен жақсы музыкант болуыңа болады. Жарайды, мен енді музыкалық мектепке баратын боламын. Аспапта ойнауды үйренем, ән салуды үйренем. Жарайсың, талабың тауда екен, талабың орындала беруіне шын жүректен тілектеспін. Мен рахмет. Достар, мына жердегі барлық аспаптар сендерге ұнады деп ойлаймын. Маған өте қатты ұнады. Біз ертең өскен соң осының барлығын ойнауды үйренеміз, кестік қой, а? Ағай, сізге үлкен рахмет. Мен біраз нәрсені үйреніп алдым. Сау бол, өркенің өссін. Рахмет ағай, сау болыңыз. Ал достар, келесі бағдарламада көріскенше аман сау болыңдар.